Асеке айтыңызшы ал осы төрелігін енді өзіңіз. Енді негізі сіздің жағдайда бұл қалай болды? жоқ, негізі былай да, менде үлкен семьядан шыққан жоқ, мен 3 адам, 3 баламыз біз семьяда. Бірақ менің өзімнің ойым, мен өзім ойлаймын, әрбір елдің патриоты болу керек та. Елін шынайы жақсы көру керек иншалла. Елді шынайы жақсы көру деген ол бірнеше қатын алу деген мағынада емес қой. Енді былай қылайықшы, мына Қытайда, білесіз Қытайда, Мао Цзэдунды, мысалға, неге Мао Цзэдун деп оны пір тұтады? Мао Цзэдун Қытай мемлекеті жалпы өте кедей мемлекет болған. Оны мына жағынан Жапонияда басып алған, Америкаңда басып алған, Моңғолияң ол басып алған, кезінде қазақтар ол басқан көп жер, мысалы жау жешкеше заманда. Қытай сондай қорқатын болған мемлекет болған. Сонда Мао Цзэдунның несі, оның ой пікірі қалай? Ол да бізге мысалы қарасаңыз керек нәрсе. Ол айтқан, біз басқа елді әскермен жаулай алмаймыз, күшіміз жетпейді оған. Экономиканы басып түсе алмаймыз. Бір нәрсе ғана, тек халықты көбейтсек қана біз бірнәрсеге жете аламыз. Көпшіліктің ішінде жеке басыңызға келейік. Жеке басыңызға келейік. Жеке басында енді Аллахқа шүкір, Алланың қалауыменен бәйбішем кесарьмен босанды. Қыз болды, 2 қыз. Енді ол қаладық бәріміз. Сөйтіп, енді әйеліме қаншалықты білем ауырлық дейтін. Бірақ сонда да әйтеуір сол қадамға бастық қой. Енді еркек болғасын, нақты бір қадам жасау білу керек та. Ол болсын дейді. Нақты 100 қадам дейді. 100 қадам жасау керек. Қадам жасау білу керек та, батыл болу керек та. Сондықтан батылды енді өз қолыма алып, мен айттым, алайық екінші әйел. Екінші әйел алғаннан кейін... Өйткені сен туа алмайсың, сол себепте... Туа алған емес, мен туа алмайсың деп нүкте қоймаймын әйеліме. Демек, қиналғаныңды көргім келмейді. Жоқ, қиналған емес мәселе. Мысалға, ертеңгі күні уақыт өтіп кетеді ғой. Менде уақытым бар, әркімнің уақыты шектеулі ғой. Уақыт деген қайтарылмайды нәрсе. Сондықтан да ертеңгі кезде бұл балаларды өсіріп жеткізу керек, басқа қылу керек. Сондықтан да ертеңгі қадам жасау керек деп, екінші әйел алуға бел будық иншалла. Сонымен екінші әйел алдық. Енді бұл жерде тағы да бір нәрсе бар. Мысалға, Құранда Ибрахим деген пайғамбар болған. Ибрахим алейхиссаламның Сара деген әйелі болған. Ол кісі біраз шаққаннан кейін келгенше бала көтермеген. Содан кейін барып Сара анамыз ана кісіге ұрпағы жоқ болғасын барып не істейді? Енді қожайын, сіздің ұрпағыңыз жоқ, енді менің бір қызметшім бар, Ажар деген жас. Соны алсаңыз сізге ұрпақ туып берсе деп не қылады да, ниет қылады да, сөйтіп барып өзінің қызметшісін Ажарды алып береді. Сол Ажардан Исмаил деген үлкен пайғамбар туады. Сол пайғамбардан мұсылмандар тарайды. Жақсы, енді сіздің келіншегіңіз болған жоқ. Мен әлі айтып болған жоқпын. Исмаил алейхиссаламнан кейін Алланың қалауымен Сара анамыз туады. Тағы да бала көтереді. Көрдіңіз ба? Бұл жерде хикмет бар, бұл жерде Құранда. Хикмет бар. Адам білген адамға хикмет бар. Менің әйелім 2 қыз туғаннан кейін үмітін үзді. Врачқа бардық, гинекологқа. Гинеколог врачқа барып едік. Гинеколог врачқа кіріп көрдіңіз бе, қайсысын біріңіз? Кірген кезде ол айтты, менен деп айтты. Менен болып тұр, туа алмайды деп 7 жыл көтерген жоқ әйелім. Ал негізі сізден беді себеп? Жоқ, сол менен деп айтты. Мен кірдім врачқа дейін, ана врач деген құлақтан құя бастады. Ойбай, анау да мынау сенен екен, үйту керек, емделу керек, бүйту керек деп. Сосын сыртқа шыққаннан кейін өзім ойланып отырмын. Мен кімге сеніп отырмын? Мен қайда адам баласын сеніп отырмын ғой. Аллаға сену керек емес па деп, өзім ақидам дұрыстап ана жерден. Сосын айттым, жоқ, әйеліме айттым, болмайды, ананың список мынандай 100 мыңнан астам дәрі жазып берді, Пашк, мынандай бір пашк, мен анда ал деді, мен алмаймын дедім сол жерден әйеліме. Әйелім жылап ана жерден, алайық, емделейік, бала туған болу керек қой, ана мынау деп жылап шықты әйелім. Сөйттік та, ол жерден шығып кеттік. Әйеліме алдық, әйеліме алып бердім. Бір пакет дәрі алып кеттік ана жерден. Қымбат дәрілер. Жақсы. Балды емделді, мен емделген жоқпын, айттым, екінші әйел аламын дедім. Екінші әйел алдым, әйелім көтерді. Бұл жерде екінші әйел алып, бала туғыз алатыныңызды сіз көрсеткіңіз келді ме? Сонда бірінші әйеліңіздің алдында? Мәселе ода емес. Негізі, әр нәрсеге өзі жүріп қой, мысалы қарасаңыз, Одан ең бірінші мәселе ол мен жай ғана оңай себеп болған жоқ па деп тұрмын. Жаңа хикмет жүзеге асты ма? Хикметке соны айтып отырмын. Жаңа айтып болған жоқпын. Әйелім екінші хабарымыз аяқталып қалатын болды. Ұл туды. Аз маған 1 сағат аз сияқты. Екінші ұл туды. Содан кейін барып менің бәйбішем үшінші ұл туды.